Католик христианлары милад байрамыны кайдетті. Килсе языларына көре декабрдің 25-інде кечергежесі Бейт-Лахым шерінде Месих Иса doğulған еді. 2017 сенесінде декабрдің 25-і ilk келе Украинада девлет байрамы оларақ кайдетілі. Бұнен берабер ортодокс христианларының адетіне көре январдың 7-сінде де милад байрамы девлет севiyesinde кайдетілежектір. Ось хайырлав сөзлерінде Украина президенті Петро Порошенко деді ки, Бейт-Лахым йылдызы инсаниетлікке умут бағышлаған. Ақиқат, адалетсізлікні егенежегіне ишанып, шымды украинлер өз ирадесini көстере ве Украинаның мұстаққылығыны yok etmege istегенлерге қаршы терене. Але ми жодним чином Біз милад байрамны январин 7-сіне хайт etmek adetine ижде хаст etmeyimiz. Onu kutevе үрмет etemiz. Takvimni saylamak әрбір insanın şahsi ақыдыр. Devletinin vazifesi bu ақыны kefil etmek ve saylав imkanı teminlemek. Ukraina özdен serbestlігіне ve dini duygularga olgan үрметіне уникальдыр. Біз hem pravoslav, hem rum katolik, hem de Roma katoliklerimiz. Біз protestant kelselerinin tam bir çeşitligimiz. Біз musulman ve eudeylerimiz. Birlikte ise Ukrainlerimiz.